Қазақстан халқына қоғамдық әлеуметтік қоры президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен 2022 жылдың 11 қаңтарында жұмысын бастаған еді. Талай адамға үміт отын сыйлаған бірегей жобаның басталғанына да 5 ай уақыт өтіпті. Алдымен осы 150 күннің қорытындысын тыңдап көрсек, қандай жұмыстар атқарылды? Қорға осыған дейін 129 миллиардқа жуық ақша келіп түсті. Оның ең бірінші төлемдер қаңтар оқиғасы кезінде көз жұмған 19 әскери жаңағы ішкі істер саласының қызметкерлері, солардың жақындарына аударылды. 106 ауыр жарақат алған осындай қызметкерлерге, одан кейін кездейсоқ қайтыс болған азаматтар бар. Сосын жарақат алған балалар бар, соларға төленді. Одан кейін Золгенсма деген дәрі бар, жаңағы әлемдегі ең қымбат дәрі, соның 4-еуіне бірінші болып төленді. Укол салынды, қазір тағы бір препаратқа төленді, ол келеді жақында Одан кейін осы орфандық сирек кездесетін ауруларға қатысты да ақша бөлінеді. Одан кейінгі Қостанай облысында естеріңізде болар, үлкен өрт болды, 3 баласы қайтыс болды дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша. Сонда жұмыс істеп тұрып жатқан отбасы үйсіз қалды, солардың тірі қалған бір баласымен далада қалып қойды, соларға үй алып беруге ауылдан сол 10 миллион бөлінді. Егер қажет болса, кез келген адам Қазақстан халқына KZ сайтына кіріп, кімнен қанша қаражат түскені және қайда жұмсалған туралы толық ақпаратты білуіне болады дейді мамандар. Яғни бәрі ашық әрі қолжетімді. Соған қарамастан, әлі де түрлі түсініспеушіліктер болып жатқан көрінеді. Көп жағдайда халықта түсініспеушілік болып жатады. Мысалы, денсаулық сақтау министрлігінің міндеттерін бізден жауапкершілік ретінде күтіп отырады. Немесе кейбір жағдайларда білім және ғылым министрлігінің ауыл мектептеріне қатысты мәселелер бойынша шешіп беріңіздер. Немесе бізде мысалы мемлекетімізде қаншама тұрғын үйді мәселесін шешуге қатысты бағдарламалар бар. Бірақ ол бейхабар адамдар қордан сұрап жатады деген сияқты. Сондықтан бұл жерде енді ең бастысы, о басында президентіміз айтқандай, ауыр және сирек кездесетін ауру түрлерімен ауыратын балаларға, одан кейін мемлекеттік бюджетке тым қатты салмақ түсіретін ем түрлері бар, соларға және жалпы халықтың әл-ауқатын кемшін тұстарды реттеуге үлес кірпіш болып қосылу мәселесі бұл жерде негізгі бағытта. Ресми өкіл Қазақстан халқына қоры ешқандай республикалық құзырлы органдардың орнын басуға міндетті емес екендігін айтты. Бұл басқа мекеменің құзырына кіретін жұмыстар қор тарапынан атқарылмайды деген сөз. Қазір халық арасында өтініштердің тым кеш қаралатыны туралы да түрлі шағымдар түсетін көрінеді. Көрсетілген өтініштерді қарастыра отырып, модераторлар көрсетілімдер болған жағдайда облыстық денсаулық сақтау басқармасына, республикалық бейіндік емханаларға және комиссияның жұмыс тобына шетелге емделуге жолдама беру үшін сұраныс жібереді. Ақпарат алу үшін біраз уақыт қажет. Бұл ретте өтініш беруші Қазақстан халқына қорының электронды порталына қажетті құжаттарды тіркемесе, өтінішті қайта қарауға жіберуге мәжбүрміз. Онда көрсетілген медициналық көмек мемлекеттік кепілдіктер аясында болса, онда қор модераторлары облыстық денсаулық сақтау басқармасына мемлекет тарапынан тегін медициналық көмек көрсету шеңберінде пациентке арнайы хат жолдайды. Сонымен қатар Қазақстан халқына қоғамдық қоры осы мәселелер бойынша уәкілетті мемлекеттік органдардың жұмысын қайталамайтынын атап өткім келеді. Қымбат көрермен, Қазақстан халқына қоры қызметкерлері дәл осындай аядай жерде отырып қызмет жасайтынын көзіміз көрді. Жалпы ел арасында қорға қайырымдылық ретінде жиналған ақша қызметкерлердің жалақысын төлеуге жұмсалып жатыр деген жаңсақ пікір тарап жатқан көрінеді. Мамандардың айтуынша, қорға жиналған ақша депозит ретінде сақталады, ал оның пайызынан осы қызметкерлердің жалақысы төленетін көрінеді. Яғни ақша ешқандай да талан-таражға түсіп жатқан жоқ дейді. Айта кетейік, қазір қордың басқарма мүшелері ерікті ретінде тегін жұмыс істеп жүр. Қысқасы, қызметкерлер құрдан-құр айлық алып отыр деген алып қашпа сөз дейді. Алдағы уақытта қор жұмысын жандандыруға бағытталған тың жобалардың бар екендігінде қаперге салады. Туа салысымен балалардың бойындағы ауыр дерттерді анықтауға арналған жоспарлар бар. Бұл перзентханалар және перинаталды орталықтардың барлығына аудиологиялық және офтальмологиялық скрининг аппараттарын орнату бойынша жоспар бар. Қалай жүзеге асырылу механизмдері қазір талқыланып жатыр. Одан кейін ерекше қолдауды қажет ететін балаларға спортпен айналысу мүмкіндіктерін қарастырып жатыр. Және одан бөлек жоспар көп болады. Ауыл мектептеріне инвентарь немесе ауыл мектептеріндегі білім беру индексін көтеру үшін арналған жоспарлар бар. Оның барлығын жаңалықтардан күтіп отырсаңыздар болады. Алдағы бағыттарымыз осы.
Бұдан бөлек, кері байланысты арттыру үшін қор қызметкерлері өтінімдерді қабылдайтын Атамекенім KZ сайтының жұмысын халыққа түсінікті етіп жасауды да жоспарлап отыр. Алдағы уақытта Қазақстан халқына қорына қатысты барлық сайттар қолдануға ыңғайлы әрі ұғынықты болмақ.